Барат түні қашан? Барат түні Шағбан айының 15-ші түні. Биыл ол 24 ақпаннан 25 ақпанға қараған түнге түсіп тұр. Бұл түн кешірім түні деп те аталады. Өйткені осы түні Алла тағала ғибадат еткендерді рахымына бөліп, тәубесін қабыл алып, күнәларын кешіреді, мейіріміне бөлейді. Ислам ғұламалары бұл түнге Қадыр түнінен кейінгі ең ұлық түн деп баға берген. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 5 түнді ұйықтамай құлшылықпен өткізген адам міндетті түрде жәннатқа кіреді. Олар Тәруия, Арапа, Құрбан айт, Ораза айт және Шағбанның 15-ші түндері деген. Барат түнін қалай өткізу керек? Барат түні періштелер жер бетіне түсіп, дұға қабыл болатын берекелі түн. Сондықтан бұл түнді пайғамбарымызға көп салауат айтып, Алладан біліп-білмей істеген күнәлардың кешірілуін тілеп, дұға, ғибадат, құлшылықпен өткізген абзал. Барат түнін дұрыс қарсы алу үшін бұл түнді ұйқысыз өткізген дұрыс. Бұл түні көп ғибадат жасап, күнәстерден арылып, тәубе еткен жөн. Бұл түні мұсылман адам өз өмірі мен жыл бойы істеген істерін електен өткізіп, ойлануы керек. Егер қателік жасағанын түсінсе, Құдайдан кешірім сұрап, оны түзетуге тырысқаны абзал. Егер біреуді ренжітсе, немесе біреумен араздасып қалса, одан кешірім сұрап, достасуы керек. Егер біреуден қарыз алып, оны қайтармай жүрсе, дереу берешекті қайтарудың жолын табуы қажет. Қасиетті Барат түні Алла тағала дұғамызды қабыл етеді деген үміт бар. Сол себепті әрбір мұсылман бұл түнді бағалай білуі керек. Бұл түні мүміннің жүрегінде өзге адамдарға деген ашу ыза болмауы қажет, өзгелерді кешіріп, оларға жақсылық тілеуге тиіс.